мысалы біз жаңағы өкіметке қарсы жихадқа шақырып сөйтіп жүрдік қой. И жаңағы жихад деген теманың өзін толықтай бүйтіп әр нәрсесін талқылап ашып көрсеткен кезде біз тар сенімде болдық та, бір ғана нәрсені көріп алдық. Бізге үйреткен жаңағы шейхтардың беріп қойған нәрселері, біз соны ғана үйреніп алғанбыз. И біз Құранда келген любой жихад деген сөздің бәрін өзіміздің жаңағы шейхтар үйреткен нәпсіге қарай бәрін сол қарулы жихадқа әкеле бердік. Соның бәрін ашып көрсеткен кезде олардың жаңағы үйреткен нәрселерінің бәрінің жалған екендігі ашылып болды. Өзгертіп қойған ғой, өздерінің ыңғайына қарай бұрмалап қойған. И біз діннен хабар болмағаннан кейін солардың айтқан сөздерін шындап көрдік та, и қалғанның бәрі бізге өтірік сияқты болып қалды. Сондай қылып әкеп берді, ал біз өзіміз іздемейміз да әлі. Кімдер имамдар бізге үйретейін десе, бізге уже жаңағылар үйретіп қойған. Олар бидағатчиктер, олардан ешқандай дәлел алынбайды, олардың сөздері ескерілмейді деп. И біз сонымен түзелу жолына тұрайын десек, имамдардан өзіміз қашып мешіттен алыстадық. И бізге насихат айтатын адам жоқ. Бізге насихатшымыз жаңағы ютубтағы бір шейхтар. Мысалы, бізге олар былай үйретті да, тақлид жасау olmayды, тақлид жасау olmayды деп. Айналып келгенде біз соларға тақлид жасаушы болып шықтық. Бостандықта жүрген кезде теолог мамандар келді. Мен ол кісілермен сұхбаттасқан кезде тоже сол кездегі ойымда ғой. Қашқалақтаймын, ашып айтпаймын. Сенімімді жасырам. Ал негізінде сол жаңағы суридтік бағыттағы салафизм ағымында болған ғой. Матхалиттер олар бүйтеді ғой. Оларды өкіметке бағынышты дейді. Ал сурурилар өкіметке бағынышты емеспіз дейді. Бірақ противоречие бар да, мысалы біз сөйтіп жүрген кезде, енді қазір Алланың қалауымен түсініп жатырмыз ғой. Бүйтетінбіз мысалы. Өзіміздің имамдардың айтқан олар өкіметке бағынышты деп біз алмаймыз. Ал жаңағы Аравиядағы шейхтар, оларда тура сондай үлкен өздерінің комитеті бар ма? Сол комитеттегі ұстаздардың олардікін аламыз да. И бұл жерде противоречие да, мысалы айтамыз ғой, біз өкіметке бағынышты емеспіз дейміз да, басқа бір елдің, олардың да өздерінің несі бар ғой, мысалы ұстанымдары. И сол ұстанымдар біздің Қазақстанмен сәйкес келмейді ғой. И біз соны аналардан алып аламыз да, мына жаққа келіп адамдардың есін шығарасың ғой, сендердікі дұрыс емес, былай болу керек, былай болу керек. Мысалы кім айтады ғой, Ибн Қайым айтады. Егер бір адам пәтуа берсе, адамның тұратын жеріне, салт дәстүрін ескермей пәтуа беретін болса, ол адам өзі адасты, жұртты адастырды дейді. Мысалы біз соған ондай мәселелер келген кезде уже айналып өтіп кетеміз. Оның бәрі уже соқыр сенімдіктен ғой, ана кісілердің айтқаны ғана ақиқат, басқасының айтқанының бәрі жалған сияқты. Біз ойладық та, мысалы адам Алла туралы айтып жатса, ол значит шын айтып жатыр, ол Құраннан аят келтіріп жатыр, пайғамбардың хадистарын келтіріп жатыр. Оның түпкі мақсатын біз білмейміз да, оның айтылған сөздеріне ғана сендік. Біз өзіміз бірінші, екінші класста баласы болып, 11-ші класстың университеттің кітаптарын алып, сонымен амал етеміз дедік. И содан кейін о жерде келіспеушіліктер көп шығады. Негізінде о жерде келіспеушілік жоқ, келіспеушілік туғызатын өзімізді. И соның салдарынан біз өзің теріс сенімдесің, дұрыс сенімдегі адамдардың бәрін теріске шығарып жүресің. И оның бәрін теріске шығарғаннан кейін сен одан сайын адаса бересің. Теолог мамандарға рахмет. Бәрін түсіндіріп, әр нәрсені бөлшегімен детально түсіндіріп жатыр. Қазір Аллаға шүкір бәрін түсіндік. Бізге әркімге жан ашитын өзінің бауырлары ғой. Мысалы қазаққа жан ашиды. Бізге айдаладағы бір мысалы адамдар жан ашымайды. Жан ашыр көз көрсетеді, бірақ ішінде түйген қандай несі бар екен, мақсаты бар екен білмейміз да.